Я Расулалла, Аллах тағалаға дейді, пенделердің ішінде ең сүйкімдісі кім деп сұраған кезде, адам бір адамды жақсы көріп бастағаннан кейін оған ұнайтын амалды жасап бастайды, оның махаббатына жету үшін. Біз Алланы жақсы көреміз ғой. Аллах тағала Құранда мүминдер туралы айтып кеткен. Мүминдер Алланы жақсы көреді дейді. Алланың махаббатына қалай жетеміз біз? Негізі Аллах тағала Құранда әдемі баяндаған бізге, подсказка беріп қойған. Ол бірінші пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам еру. Екінші ол көркемес. Майда сүресінде Аллах тағала сабырларды жақсы көреді дейді. Өте керемет подсказка бізге. Одан кейін бір кісі келіп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды. Я Расулалла, Аллах тағалаға дейді, пенделердің ішінде ең сүйкімдісі кім деп сұраған кезде көркемнестер дейді. Сол үшін бауырлар, Аллах тағала баршамызға көркем мінез нәсіп етсінші.